Егер күн отын ретінде бензин немесе ағашты пайдаланса, ол бірнеше мың жылдықта толық жанып кетер еді. 4,5 миллиард жыл өтсе де, ол қалайша әлі өмір сүруде? Жауапты физика береді. Күн аспандағы алып атомдық сүңгуір қайыққа ұқсайды. Шынында да ол орасан зор энергия бөле отырып сутегі атомдарын гелий және ауыррақ басқа элементтерге біріктіретін атомдық реакциялармен қоректенеді. Осылайша күн өз массасын біртіндеп жарық түріндегі энергияға айналдырады. Және оның отыны миллиардтаған жылдарға жеткілікті. Бірақ ядролық синтез оңай шаруа емес. Жерде оны жүргізу үшін сутегін күндегіден 100 есе артық қыздыру керек. Сонда ол күнде қалай жүреді? Туннельдік эффект. Сутегі атомдарын синтезге қажетті шамада қызбаса да, бәрібір бірігуінің аз ғана ықтималдығы бар. Күн өте алып болғандықтан ондағы сутегінің мөлшері орасан көп. Сол себепті осы аз ғана ықтималдықта үнемі жүзеге асып, күнді энергиямен қамтамасыз етеді. Ертеңде күн сәулесін шашса, бұл кванттық физиканың арқасында.